мысалға мынандай нәрсе бар ғой. біреу ренжіп қаласың ғой. Біреу ренжіп қалған кезде ішкі дүниеңде мынандай нәрсе болады. Бір тамақ өтпей қалады. Бір мына жерің бір қызылдап тұрады. Тамақ жегің келмей қалады ше. Бір тәтті құмартып тұрасың ше. Бір ішсең бір как будто бір өтпей тамақ ішсең или су ішсең бір ыңғайсыз өтеді ғой, короче. Сол нәрсе бір американец ба, бір короче қара нәсілді бір жігіт айтып жатыр да. Мен дейді да, өмірде сондай нәрседен, қатты төмендегі нәрседен энергия алатын жағдайға жеттім дейді да. До того қатты мені ештеңе сындыра алмайды дейді да. Ол енді до того сондай жерде болып көрдім дейді да, қиындықтарда ше. Енді қиын жерден шыққан, қиын нелерден шыққан, и неше түрлі жағдай болды өмірімде дейді да. Даже сондай моменттерден де мен позитивный нәрсе ала алатын жағдайдамын дейді да, қазір түсіндім ба. Мысалға өлейін деп тұрса, өлім келіп тұрса, мысалға біреу атайын деп жатса, ол кісінің ойынша мен өліп қалсам, по-любому анаяқта мен дұрыс нәрсемен өмір сүрдім ғой деп ше, қорықпайтын сондай бір мотивация да, оныкі, түсіндірсің ба. Мысалға машинасын ұрып алса, зато өзім аманмын ғой деген сияқты нәрсе да. Мынада ішіндегі мынау адамның ішкі энергиясын құртпайтындай жағдайға жеттім деп тұр ғой, түсіндің ба. Соған ойландым да, қалай жетуге болады оған. Өйткені болады, өзіңнің жаңағы жақыныңмен ұрысып қаласың, мамаң сөйлеп тастайды, хотя сенікі дұрыс болып тұрады ше. Сенікі дұрыс та, бірақ анаң или болмаса әкең, ағаң сөйлеген кезде сенде бір ішіңде ол кісілерге бір реніш болады да. И сен оның ішіңдегіні оған айта алмайсың, шығара алмайсың, ол ішіңде қалып қояды да. Осы іште қалып қойған нәрсе сені жейді ғой. И осы нәрсе қаншалықты уақытқа дейін ұстап жүресің ше, соншалықты сені энергияны сорады ғой. Желаниең бармайды жұмысқа, бірдеңе бастай десең қолың тартпайды, күнделікті істеп тұрған нәрсең болмайды, жұмысың жүрмейді деген сияқты. Осы жалпы адамзаттың проблемасы сода ғой, реніш ғой, біреуге ренжиді адам ше. И ренжіп қалғаннан кейін оның ананы жібере алмағаннан кесірінен, ана ренішті жібере алмаған кесірінен басқа нәрсесін бәрі проблема шығып кетеді ғой. Тұрсың ба? Адам деген қызғаныш сезімдесің ғой, мысалы қарап тұрсың, екеуің бір нәрсе жұмыс істеп жатсыңдар да, тұрасың, сен де сол нәрсені істеп жатсың да, на самом деле, ол да сол нәрсені, бірақ почему-то